Ауызек ауылының шаруалары бау-бақша өсіруге мықтап ден қоя бастады. Бақшаның бабын тапқан кәсіпкерлердің бірі Қаз алма серіктестігі. Ерте көктемде 50 гектар жерді игеріп, шие көшеттерін отырғызған. Қазірше жер сындырылып жатқан шие ағаштары Польшадан жеткізіліпті. Бұл жеміс ағаштары 2 жылдан соң өнім бермек. Шаруалар алғашқы жылдары 5 тонна шие алуды көздесе, 4 жылдан кейін өнім көлемі 16 тоннаға жетеді деп жоспарлап отыр. Шаруашылық бау-бақтың ішін арам шөптерден арылтып, күздік жұмысқа жұмыла кіріскен. Оған заманауи үлгідегі техникалар қолданылып жатыр. Қазір бұл жерде 200 гектардай жеріміз бар. Соның 50-ін игердік, қалған 50-іне алма ексек деген ойдамыз. Шаруашылық келешекте алға көлемін 200 гектарға жеткізбекші. Мұнда шиеден басқа алма, алмұрт сияқты жеміс ағаштары да отырғызылады. Олар өз өнімдерін Алматы қаласы мен Меркі ауданындағы жеміс шырынан сусын шығаратын кәсіпорындарға жөнелтпек. Гүлбашу Құланбаева, Самат Сатылғанов, Жамбыл Ньюс.